Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен хворос, яғни қытырлақтың оңай рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысқа бөлме температурасындағы 3 жұмыртқаны қосып, жақсылап қамыр дайындайтын боламыз. Жұмыртқаларымызды жақсылап араластырып, оның үстіне дрожж, яғни аштықы және дәміне қарай қант пен тұзды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, оның үстіне разрыхлитель және сахарная пудра қосамыз, немесе ванилин қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып алған соң, оның үстіне електен өткізілген ұнды салып, қамыр жасайтын боламыз. Міне осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді ол қамырды алып тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді тоңазытқыштан салқындатылған қамырымызды алып, оны жайып кесеміз. Қытырлақтардың формасын өз қалауларыңызша кесуге болады. Дәл видеодағыдай болу міндетті емес. Алдын ала отқа майды қыздырып, қытырлақтарымызды орта отта қуырып аламыз. Осымен біздің қытырлақтарымыз дайын болып шықты. Дәл осы күйінде дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сгущенка қосу міндетті емес. Дәміне қарай өз қалауларыңызша тәттілерді қоссаңыздар болады. Сгущенка мен күнжітті араластырып алып, оның бетіне шоколадты теркадан өткізіп қосамыз. Осымен біздің қытырлақтарымыз дайын болып шықты. Дәмі өте керемет болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер және ауыз тиіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.